кетеді. Ауа жан-жақтан су сияқты қысып тұрады, бірақ ол сезілмейді. Терең су түбінде судың қысымы көбірек болады. Судың ішінде жоғары көтерілген сайын жан-жақтан қысып тұрған су азайып қалған сияқты болады. Дәл сол сияқты тау басына көтерілген сайын ауаның қысымы азаяды. Ауа мұхитынан ғарыш кемесі арқылы ғана шығуға болады. Суда әсер ететін Архимед күші ауада да, яғни газдарда да әсер етеді екен. Ал енді кітапқа назар аударайық. Суда жүзген егешке қандай күш әсер етеді? Ал жаттығу жасап жатқан неврикаға ше? Екі қолыңды қайшылап, жаттығу жасап көр. Не байқадың? Дұрыс, оған тартылу күші мен судың кері итеру күші әсер етеді. Суда әсер ететін кері итеруші күші ауадан да әсер етеді. Жаттығу жасағанда алақандарыңа сезілген ауа дәлел, яғни ауа оны кері итереді. Қандай күш әсер етеді? Балалар, суретке қарайық. Суретте бейнеленген екі шарды салыстырып көрейік. Бірінші шар неге ұшты? Осы шарға әсер етіп тұрған күштерді сипаттап айтып беріңдерші, кәне маған. Неге екінші шар құлады? Суреттегі екі түрлі шарды талқылайық. Гелиймен үрленген шар әуеге көтеріледі, ал ауамен үрленген шар еденге қарай төмен түседі. Неліктен деп ойлайсыңдар? Олардың біреуінің гелиймен, ал екіншісінің ауамен толтырылғанын. Гелий ауадан жеңіл болғандықтан жоғары көтеріледі. Осы судағыдай ауаның да кері итеруші күші болады. Сондықтан ауа өзінен жеңіл газ гелийде кері итереді. Ал ауамен үрленген шар ішіндегі ауа тырысып, сондықтан ол еденге түседі екен. Әуе шаршы дирижабельдер ауадан жеңіл ұшу аппараттары. Дирижабель басқарылады. Олардың баллондары көбінде гелий немесе сутегі газдарымен толтырылады. Бұл газдар ауадан жеңіл. Сол себепті олар жоғары қарай Архимед күшінің негізінде көтеріледі. Қазіргі таңда сутегі газдары көп қолданылмайды. Себебі ол адам денсаулығына зиянды болып келеді. Шарды әуеге ұшыру үшін тек жеңіл газдар ғана емес, сонымен қатар қыздырылған ауаны да қолданылады екен. Келесі бейнероликке назар аударайық. Архимед заңы тек суға ғана емес, сондай-ақ газдарға да қатысты. Мысалы, ауадан жеңіл болатын гелиймен толтырылған әуе шарлары кері итеру күшінің арқасында биікке көтеріледі. Ағынсыз немесе баяу ағысты суларда тіршілік ететін су өрмекшісінің қарнының сырты сумен дымқылданбайды. Ол тереңге сүңги отырып, қарынға жабысып тұратын жүзгіштік қорын беретін және су бетіне шығуға көмектесетін ауа қабығын өзімен бірге алып кетеді. Әуеде қалықтау тек физика заңдары білімінің арқасында ғана мүмкін болады. Архимед заңы гидростатика мен газдар статикасының негізгі заңы болып саналады. Қоршаған ортаның қалай құрылымдалғанын білу және ондағы үдерістердің жалпы ережесін түсіну адамдардың пайдалы жаңа механизмдерді ойлап табуына мүмкіндік береді. Сен білесің бе? Әуе шарының тарихы 200 жылдан астам уақытты қамтиды. Ағайынды Монгольферлер жібек шардың ішіне ыстық ауа үрлесе, оның жоғарғы көтерілетінін байқайды. Көп тәжірибеден кейін олар 1783 жылы 5 маусымда ыстық ауаға толтырылған шарды ұшырады. Бұл шар адам баласы ұшырған ең алғашқы ұшу аппараты болып табылады. Ол 2 км 500 метр қашықтықты ұшып өткен. Ауадан жеңіл газ қолданып ұшатын қандай аппаратты білесің? Сұйықтық сияқты ауада да Архимед заңы орындалады. Оны әуе шарының ұшуынан байқауға болады. Әуе шары әуеде жеңіл ұшатын ұшу аппараты. Әуе шарының баллондары гелий немесе сутегі газмен толтырылады. Бұл газдар ауадан жеңіл. Сол себепті бұл газдар шардың әуеге көтерілуіне көмектеседі. Және шарға ауадағы кері итеруші Архимед күші әсер етеді. Ал енді суретке назар аударайық. Зертте. Целлофан қалта неге ұшады? Ойланайық.
ай бетінде ұшу құралы ретінде әуе шарын қолдану мүмкін бе? Мүмкін болса, неліктен? Ай бетінде әуе шары ұша ма? Айдың бетінде ауа болмайтындықтан шарды көтеретін газ да болмайды. Сондықтан шар ұша алмайды екен. Есіңде сақта. Ауада Архимед заңы орындалады. Балалар, қорытындылайық. Әуе шарын ұшыру үшін баллонды қандай газбен толтырады? Дұрыс айтасыңдар, гелий мен болмаса қыздырылған ауамен толтырады екен. Неліктен дәл осы газ қолданылады? Себебі гелий ауадан жеңіл. Ауа тарапынан әуе шарына қандай күш әсер етеді? Дұрыс айтасыңдар, Архимед күші әсер етеді екен. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма 74-75 бетті оқып келеміз.